Ассалаумағалейкум. Мына жерде батыс өңіріндегі құлпытастағы таңбалар жөнінде қысқаша тоқталғым келіп отыр. Әсіресе Атырау облысы аумағындағы мына жерде құлпытастар бейнеленген. Енді негізінен Атырау облысы жағында негізінен кең таралған рулар Беріш, Шеркеш, Ысық, Адай, осындай рулар ғой. Таздар бар, Ішінара, Кете деген сияқты. Енді бір қатар рулар бар. Сонда мына жоғарыда бірінші қатарда отырғандар, бұлар Беріштің таңбалары. Беріш деген жалпы жеті ол Беріш деп келеді ғой. Соған құлпытастағы таңбалар бәрі бір-біріне ұқсайды. Бегіс, Есендікі де, Есенғұл, Жайық, Қаратоқай, Құлкеш, Себек деген сияқты таңбалар. Сәл-пәл суретшісі, яғни қашаушы әртүрлі болғасын сәл-пәл өзгерістер болуы мүмкін, бірақ нобайы бір. Қазір Беріштер бір өзге таңбаны пайдаланып жүр ғой. Күні бүгінге дейін орыстардан қате жеткен ақпарат бойынша. Құлпытаста мына Беріш таңбалар осындай. Адайдың таңбасын білесіздер: Жебе, Алаша, Байбақты деген сияқты, Масқар, Есентемір. Есентемір мен Масқардікі басқа руларға сәл ұқсас кетіп, Есентемірдікі Ысыққа ұқсас қайталанып келеді. Ысықпен бірдей, Масқардікі Шеркешпен бірдей болып келген. Неге олай болғанын түсінбеймін, білмеймін. Бірақ солай. Тананікі мынандай Тама, Таз, Табын, Қожанікі төрелердікіне ұқсас. Қожа, Самай деген қожаның құлпытасы. Кезінде Таздардың бір несі болған ғой, діни адамы. Кейін сол банағы Таздардың жігіттерінің қолынан қайтыс болады. Оның бір өзінің бөлек тарихы бар. Міне бана Ысық, Есентемірлерге ұқсас деп жатырмын ғой. Бақан таңба ұқсайды. Төменде мына төре қожаға ұқсайды. Шеркеш жаңа айтқан Масқарға ұқсайды. Шүрендер біздің жақта азғандай дегенмен бар. Шұқаната қорымда бар, Теңгиз жақтарда, Жылай ауданының Теңгиз жағында кездеседі шүрен рулар. Кетелерде бар, ал бана қорымы дейтін кердер азғандай, бірен-саран қара кесектерді азғандай. Көбіне қара кесектер Ақтөбе жағында ғой. Бұл құлпытастың сызбасын өзім дайындадым. Мынаның түгелге жуының өзім басында болғам. Құлпытастары арабшадан қазақшаға аударылып барып, сарапталып дайындалды ғой. Енді мына жерде қалып қойған рудың құлпытастары болуы мүмкін. Енді тағы бір нәрсе, мына Байұлының ру таңбалары жөнінде әңгіме айтқым келеді. Мысалға мына жерде көріп отырсыздар, мына жоғарыда екі қоршалған жөнінде. Жалпы Байұлының таңбалары негізден осы екі неден тұрады. Мына қармақ сияқты белгіден және кішкентай сызықтан тұрады. Қарасаңыздар, мына әр сондай таңбаға қосымша жалғанған кішкентай таңба. Мысалы Алашаға екі таңбаның қосындысы, тек қайталанбайтын детіп кішкентай сызықты әр жерге қойған. Қарап отырсаңыздар, бұны сызған Қазбек Құттымұратұлы деген өлкетанушы. Ол кісі де біздің құлпытастарды көптен зерттеп жүр, архивтік құжаттармен деген сияқты. Енді не айтқым келеді? Бұл таңбаның аты не деген сұрақ туындайды. Бұл таңбаның аты Жебе. Біздің зерттеуімізден, сараптап білгенімізден бұл жебе, яғни мынандай адай таңба сияқты ең негізгі жебе деп аталады. Осы таңбаның бір ғана бөлігін алады да бір-біріне қайталанбайтын детіп әр жерге қояды. Сонда қараңыз, жаңа қызыл күрішімен сызылған негізгі несі, көкпен сызылған кішкентай таяқшасы.
осы негізгі қызылы қалады да барлық жерде кішкентай сызықшасы көкпен сызылған. Сол әр рудың әртүрлі жеріне қойылады. Сонда осындай байолының негізгі осындай таңбалар болады. Әрине байолының ішінде кейбір таңбалар өзгеше болуы мүмкін. Бірақ біздің пайымдауымызша бұл таңбаның аты жебе болып тұр. Жалпы таңбалар жөнінде орыстың зерттеушілеріне не келеді? Мысалы, 1888-1889 Харузин деген орыстың дайындаған сызбасы, әрине ішінде кейбір қателер бар. Ана Беріштің таңбасы кезінде 1830 жылдары ма екен? 30 жылдары орыстың зерттеушілерінің таңбасынан қате кеткен ғой. Содан күні бүгінге дейін біздің еліміздің Қазақстанның зерттеушілері, таңбаны зерттеушілері сол орыстан әкеліп, күні бүгінге дейін көшіріп алып келіп, содан таңба Беріштің таңбасы қате кеткен ғой. Құман таңба сияқты етіп салған, жетіге ұқсайды, артында сызығы бар. Әлі де сол таңбаға қазір не істеп жүргендер бар, жабысып алып жүргендер. Мысалға, мына Харузинде өзінің таңбасында бір несін келтіреді. Мына таңба қазір құлпытастағы таңбаға ұқсайды. Беріштердің таңбасы. Қысқасы осы.